2001 жылы Алматы облысында туылған Аяжан Еділова 2017 жылы Алматыдағы Сымбат сән академиясына оқуға түсті. Ата-анасы Талдықорған қаласында тұрады. Өте еңбекқор, жан-жақты білімді қыз. Киім дизайнері, тігінші боламын деп жеке брендін қалыптастырады. Инстаграм желісі арқылы киімдерін сатады. Нейл студия әсемдік салонында маникюр жасап қосымша ақша табады. 2021 жылдың қаңтарына дейін осы академияның жатақханасында тұрады. Содан соң құрбыларымен бірге қазақ медицина мамандарына арналған жатақханаға көшеді. Қыздың құрбыларының айтуы бойынша еңбекқор қыз қосымша түрік тілін меңгеріп жүрген және Түркияға барып өз өнімдерін ары қарай дамытып дизайнер боламын деп армандайтын еді дейді. Жас қыз уақытының көбін ғаламторда отыратын. 16 наурыз күні Бадо деп аталатын сайтта бір жігітпен танысады. Ол жігіт Аяжанға киімге заказ береді.